Сәлем достар, сіздермен Дана Хамид. Бүгін үй жағдайында осындай дәмді балдарың сүйсініп жейтін картошкалы фрейдің жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен өзімізге керек мақдарда картошкамыздың сыртын ашып алатын боламыз. Сосын видеода көрсетілгендей етіп, осындай көріністе, осындай қалыңдықта картошкаларымызды соломка көрінісінде барлығын майдалап турайтын боламыз. Қатты қалың болып кетпеу керек. Егер қатты қалың болып кетсе, арасы піспей қалуы мүмкін. Қатты жұқа да болмау керек. Осындай видеода көрсетілгендей қалыңдықта барлығын ұсақтап, осылай соломка көрінісінде барлығын майдалап аламыз. Сосын майдалап болғанымыздан кейін оны барлығын бір ыдысымызға саламыз, жуатын ыдысымызға салатын боламыз. Енді осы жерде крахмалын барлығын кетіріп, жақсылап жуып аламыз. Қолымызбенен 3-4 рет жуамыз. Мен 3-4 рет жуған болатынмын. Сосын ең соңғы жуатын кезімізде осылай тұзын саламыз да, сосын тағы бір рет шайып жуып қоямыз. Осылай майлығымызды төсеп аламыз да, сүлгімізді немесе осылай жұқа етіп, барлығын бір тегіс етіп жаямыз. Жайған кезімізде бір-бірінің үстіне өніп кетпеу керек. Қолымызбен барлығын үстінен басып, осылай суын кетіреміз. Біздің картошкаларымыз құп-құрғақ болу керек, майлы болмау керек. Майлы болса, біздің фрейіміз шықпай қалады. Барлығын осы салфеткаменен осылай суларын барлығын кеудіріп алған болатынмын. Сосын біразға тындырып қоямыз. Ал кеугеннен кейін шетінен бір тарелкамен алып, осылай шамамен бір уыстай алып, қызып тұрған майға осылай қуырамыз. Қуырған кезімізде, алтын түске енген кезімізде жаймен осылай шөмішпенен араластырып отырып, алтын түске енген кезімізде картошкаларымызды ала береміз. Осы фрей жасалу жолын доне жасаған кезімізде ішіне салатын боламыз. Немесе балдарыңызға күнделікті жеуге, өздеріңізге істесеңіздер өте дәмді болады. Егер видео сіздерге пайдалы болған болса, лайк басып, қолдау білдіріп, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін үлкен мотивация болады. Кейінгі видеода көріскенше.